Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын. Братан, сөзімді қаладым. Сен жөндеп айта алмай тұрсың ғой. Дайындалмағансың ғой? Жоқ, дайындалған. Кеше 2 күн, 3 күн дайындалдым. Күшті айтып тұрған үйді. Бүгін сәл алып тұрма, тамағым ауып тұр. Ой, қайырмасын жөндеп айтшы. Ритмнан қалмашы бұл. А? Ритмнан қалмашы, ритмнан қалып отырсың деймін. Мен қолыммен бүйтіп көрсеткен сайын айт. Аха. Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуланым. Не ғой бауырым, саған біреулер қасына достарым ба, или біреу ән айта аласың деп жеңіп жіберген жоқ болсын жайына. Айтады ғой. Ой, дворда айтамын мен гитара ұстап алғанда. Дворда айтқан бөлек қой, студияда бөлек. Сен ритмнан қалмау керексің, нотасына түсіп айту керексің ше. Мынаны мен ертең жөндеп алмаймын ғой, сен тағы мынаны жақсылап жөндеп бер деп тұрсың. Көрейік тағы қазір. Негізі айтады дейді, маған күшті айтасың дейді, дауысың күшті. Тағы давай бір дубль көрейік, болмаса қоя салайық, иә? Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуланым. Қой бауырым, сен маған қоя салсың ғой. Қалай жөндеп беремін саған? Жоқ, мен айта аламын, братан. Скидка сұрап жатсың бар ғой сен? Скидка қалай жазып береді? Жоқ, мен гитара бар ма сізде? Гитара емес, сен мен сөзбен айту керексің, ертең концертте қалай айтпақсың? Мұғалімдердің алдында айтасың. Маған осыны сен айтасың, сен күшті айтасың деп берді ғой. Болмайды, бәрінен қоя саласың ол. Мен күшті айтамын, колледжде бәрінен. Просто анау енді. Сен ритмнан қалмай айтпашы, хотя бы нотасына түспесең де ритммен айтпашы. Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуланым. Осын жөндеп бер, мынаны жақсы айттым негізі. Біліп тұрмын. Короче, қалай болады соны істеп беремін енді. Жарай ма? Бұл не ғой андай? Түспейсіз ба? Сен былай айтып тұрсың, 12 мың теңге.